Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Ғайыпберген Жадыра. Бүгінгі видеода педагогтарға арналған өте керемет платформамен таныс боламыз. Бұл платформа арқылы тапсырманы ойын түрінде оқушыларға ұсына аласыз. Яғни үй тапсырмасын сұрауға, жаңа сабақты қорытындылауға, бір сергіту сәтіне арналған ойындар ұйымдастыруға өте бір ыңғайлы платформа. Бұның аты Ума игра деп аталады. Мұнда для учителя деген батырманы басып, өзіміздің Google аккаунтымыз арқылы тіркеліп аламыз. Енді мұнда тұрған игротека дегенге барамыз. Бұл жерде басқа оқушылар қандай ойын құрастырды, соны көруге болады. Бұл жерде фильтр тұр. Дисциплина деген жерден өз пәніңізді таңдайсыз. Мысалға информатиканы таңдаймын. Оның астында тағы да бөлімдер шығады. Таңдаған кезде менікі общий информатика таңдай салдым. Шаблон деген жерде мына жердегі ойын түрін таңдайсыз. Мысалға мен футболды таңдап кетейін. Одан кейін возраст деп тұр, оқушылардың жасын таңдауға болады, таңдамай кетсе де болады. Жалпы сосын ненің оқудың тілі, язык обучения, біз әрине қазақ тілін таңдаймыз. Одан кейін применить дегенді басып, басқа мұғалімдер қандай жаңағыдай ойын дайындады, қандай сұрақтар беріпті, соны көруге болады осы жерден. Осы платформада жасаған жұмыстарыңызды, мысалға қазір сіз басқалардың қалай көріп отырсыз, дәл солай сіздің жасаған жұмысыңызды да басқалар осылай көре алады. Мінекей оқушылардың жасына сай, мінекей тақырыптары сәйкес келіп тұрса, осы жұмыстарды ашып қарап, өзіңізге бір пример алуға болады. Мысалға мына біреуін ашып көрейік. Бұл жерде мінекей ең әуелі бізге ойынның шарты осылай көрсетіліп тұрады. Одан кейін стартқа барамыз. Мінекей уровень 1 деп тұр, яғни бірінші кезең. Яғни бұл ойынды кезең-кезеңмен жасауға болады. Мінекей алғашқы сұрақ шықты. Дұрыс жауап берсек, қазір өзінің звугі шығады, бұрыс жауап берсек, тағы өзінің арнайы звугі шығады деген сияқты. Мінекей өте қызықты етіп осылай жасауға болады. Және экранды үлкейтуге де болады, қазір көрсетемін. Енді осындай ойынның жасау жолын қазір бірге үйренейік. Бастапқы бетке ораламыз. Осы жерде жоғары жақта редактор деген бар. Создать игру дегенге барамыз. Выбрать шаблон дейді. Ойындардың түрін таңдаймыз. Бұл жерде әр ойында қандай жұмыстар жасауға болады, соны көрсетіп қойған. Егер осы ойын түрі ұнап жатса, оң жақтағы жасыл түстегі выбрать деген батырманы басамыз. Дәл жаңағы футбол ойынын таңдайын. Название игры дейді, мен информатика деп жазып қойдым. Одан кейін дисциплина таңдаймыз. Бұл жерде информатиканы белгілеймін. Астыға қарай түссек, создать игру деп тұр. Осын басамыз. Міне ойын шықты. Уровень 1 деген жерге жаңағы мысалы бірінші кезең, екінші кезең деген сияқты осындай атау беріп қоюға болады, ойынның атауын деген секілді. Одан кейін сол жақ шетте добавить деген батырма тұр. Соны бассаңыздар, уже сұрақты жазатын окошко ашылады. Осы ойынға арналған сұрақтарды мен осылай жасанды интеллект арқылы дайындап алдым. Тек бір ғана сөз жазамын 1 минуттың ішінде. Мысалы алгоритм деген тақырыпқа сай информатика пәніне арналған 5 сұрақты дайындап берді, және ең астына дұрыс жауаптарын да көрсетіп кеткен. Егер де осы жасанды интеллект туралы толығырақ білгіңіз келсе, онда описание бөліміндегі видеоның сілтемесіне өтіп көрсеңіз болады. Енді добавить батырмасын басамыз. Беретін тапсырманың бізден типін сұрап тұр. Бұл жерде 4 түрлі тип бар. Рас өтірік, немесе жауаптарын бірін таңдау, немесе суреттерін бірін таңдау, немесе ответтерге суреттерді қойып, соның бірін таңдау деген сияқты. Осындай 4 түрлі нұсқа бар. Мысалы, біріншісін таңдаймыз, мына жерге сұрақты қоямыз. Бұл жаңағы сөйлем рас немесе өтірік деген секілді белгілеп жазу керек. Сұрақты жаздық. Бұл сұрақтың жауабы правда, яғни дұрыс. Енді добавить батырмасын басамыз. Уже екінші сұрақтың типін сұрап тұр. Осы жерден біреуін таңдаймыз. Мысалға, мынау упражнение 2 деп тұр. Соның жанындағы 3 точканы бассаңыздар, астында смесить деген батырма тұр. Соны бассаңыздар, ол екінші емес, бірінші сұраққа қарай орнын ауыстырады. Осылай ауыстыруға болады, немесе удалить батырмасын басып өшіріп тастауға болады. Енді мысалы выбор одного ответа деген таңдасақ, мына жерге сұрақ жазатын орын бар, және де астында ответы 2-4 деп тұр. Осы жерге сұрақтардың жауабын жазып кетеміз.
Жауаптардың ішіне қайсысы дұрыс, соның жанындағы дөңгелекті басу арқылы дұрыс жауапты белгілеп кетеміз. Тағы да добавить деп келесі сұрақтарды осылай жазып аламыз. Уровень 1 деген жанындағы плюс батырмасын бассаңыздар, уже екінші уровень ашылады. Яғни бірінші уровеньде жеңіл сұрақтар, уже екінші кезеңде шамалы қиындау сұрақтар деген сияқты солай жазып уровеньдерге бөлуге болады. Керек емес болса, 3 точканы басып удалить етеміз. Ойынымыз дайын болғаннан кейін жоғарыда опубликовать деген батырманы басамыз. Одан бұрын настроить дегенге барып, ойынның настройкасын жасап алуға болады. Описание игры дейді, ойын туралы кішігірім описание жазып қоямыз. Астында ұтқан жағдайда қандай сөз шығу керек, ұтылған жағдайда қандай, тең болған жағдайда қандай сөздер шығу керек. Немесе ойынды аяқтамай жатып шығып кетіп жатсақ, ол кезде қандай текст шығу керек, соны барлығын әдемілеп жазып қоюға болады. Және де мінекей оң жақта ойынның тағы да бір настройкалары бар, соның барлығын осылай реттеп қоюға болады. Содан кейін барып опубликовать етеміз. Қазір ойын деген батырманы басып, бірден ойнап кетсек те болады. Және де сіздің жасаған жұмысыңызды, және де сіз біреудің жасаған жұмысын осылай пайдаланып оқушыларыңызға бірден ойната алатыныңызды ұмытпаңыздар. Егер де осы жасаған жұмысымыз сіздерге ұнаған болса, және де осы секілді платформалармен танысқыларыңыз келсе, креативті презентация жасауды үйренгілеріңіз келсе, жасанды интеллект туралы толығырақ білгіңіз келсе, онда менің каналыма тіркеліңіздер. Плейлист бөліміндегі әрбір тақырыпқа сай видеолардың барлығын көріп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, және де әріптестеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Сіздермен болған Қалипберген Жадыра, келесі кездескенше.